Хостел жайлы айта кетейін. Кеше баладан сұраймын ғой, мына ресепшнде отыратыншы. Сені күндіз бойы көрмедім ғой, қайда болдың десем, басқа хостелдерде бар дейді, осындай 15, прикинь, 15. Балайды екен, қостасып кетейін. So, bro, thank you. Goodbye. Yes. You make also a vlog? Huh? You make also a vlog? Yes, sometimes vlog. I have a... Also, I think you have also a YouTube channel. Future. Thank you. Қалай болды осылай? Типа, я блог түсіріп жүрсің ба деп сұрап жатыр. Айттым, иә. Все болды, қайтайын. Жақсы жігіт негізі. Осы жерде тұрып өзі жұмыс жасайды, бірақ 15 хотелге қарайды, и айына 1000 евро төлейді. Менің ойымша аз өте. Менің жоқ деген 1500-дің үстіне төлеу керек қой бұл жігітке. Все, осындай көрініс. Кететін алдында тағы бір рет кіріп шығайын ба деген ғой. Кеше жаңбырда кірдім онdan ішіне. Оған билетпен бір-ақ рет кіре аласыз. Егер тағы да кіремін десеңіз. Тағы да билет алыңыз 40 евроға дейді. Ой, рахмет дегенсің ғой. Қайттым астына қарай. Үстіне шыға алмайтын болдым бүгін. Бүгін де ана канат істемейді екен. Может, істейтін шығар енді, көрем түске дейін. Уақытым бар ғой. Жаяу шығуға болады немесе. Көріне ме істелік, ана жерде адамдар жүр. Жаяу. Бірақ жаяу шыққанға желание жоқ. Менде самолет 3 сағат 2-де. Ана үстіне шыққанға примерно енді тезде шықсам 1 сағатта шығатын шығармын. Түсуім 1 сағат, 2 сағат кетеді. Қой. Самолет үлгермей қаламын. Кеше шығуға болатын жаяу, бірақ оған кеше жаңбыр жауып тұрды ғой. Жаңбыр жауғаннан кейін шығуға желание болмады кеше. Аяқ су болып кетті. Бүгін күн ашық, бірақ бүгін самолет. Енді қыдырғаннан кейін осындай жағдайлар болып тұрады. Ана жерде суретке түсіп жатыр. Қыз барып түсіп алу керек. Адамдардан сұрап түсіріп жіберіңдерші деп суретке. Сөйтін жағы. Сағат енді ана 9:30. 9-дан 43. Адам деген қаптап жүр ғой. Кеше түнде аз болды, өйткені жаңбыр жауды кеше. Мынау не екен? Шіркеулер шығар сол. Иә. Ашып келе жатсам мына жақта сувенир сататын жерлер бар екен андай. Билет алдым. Үстіне қарай шығады 30 евро. 30 евро. Тағы 2 евро сервис қалады екен. Все, шығып қайтайын. Мен екі жаққа қарай алдым. 30 евро болды. Егер бір жаққа ғана алатын болсаңыздар, онда 14 евро. Егер уақыттарыңыз көп болса, жаяу шығуларыңызда да болады. 30 евроны экономдайсыздар. Көрсетіп жатқанда. Отыратын жер. Мына жақтан енді көрініс күшті болады.
Scan this. Teşekkür. Мына жерден де алуға болады екен. 6 euro деп. Қозғалып бастадық. Қысқа көрініс қалай болады екен мына жерден. Күшті болады шығар. Это мы в апартаменті mamy takie No w sumie. Ale nie, lepszy jest, bo masz, wiesz co. Teraz będzie wartość dodana. No pięknie. Üstünden görünüz. Күштен мына жақта көрініс. Қой астына қарай түсейік. Жақсы жазып қойған екен негізі. Ыңғайлы. Мына жақтан да сувенирлер сатып алуға болады. Қарамай ақ қойын, бағасы и так қымбат бұл жерде. Астына қарай. Ресторан бар. Мындай күшті көрініспен отырып тамақ ішуімізге болады. Мындай аспан велигейде болады екен. Қанша 40 euro ма? Сондай. Күшті екен. Жалпы. Табиғат. Жық. Теңіз. Мына жерде концерттер болып тұрады сияқты ғой анда-санда. Мына шығатын канат таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін істейді. Осындай әдемі көрініс ашылады. Мындай әдемі көрініс енді. Мына жақтардан суретке түсейін десең, қала көрінбейді да, ескі қалашы. Былай төбесіне түсіру керек болады басым. И сон мына жер әдемі екен, мына жерге келіп түсейін дейсің ғой. Сөйтсем, бұл жер ақша тұрады ғой. 3 euro былай қарай өтуің үшін 3 euro. Ну, не десе ол сөз жоқ керек, үшбірсіз айтқанда. И так 30 euro төлеп шықтым былай қарай. Енді мына жерге келіп тағы да 3 euro төлеуім керек, былай қарай суретке түсуін әдеміші. Сөз жоқ. Қимылдап кетсең туристерден ақша тауып әйтеуір. Мына жерден автоматқа түсейін деп келдім. 3 euro ма сондай тұрады тура де. Ана жерден төлеген жоқпын. Тек мына автоматқа келем дедім ше. Көрініс мына жақта жақсы. Көрейін енді қалай түсірген бұл автомат. Түстім. Мынандай сурет болды. Біреусі 4 euro. Егер екеу шығарам десеңіз 6 euro, үшеу шығарам десеңіз 9 euro. Бір рет қана түсіреді.
Бірақ қайталап түсіре беруіңізге болады, мысалы, отырсыз. Былай. Мысалға, былай. Мысалға, келе істеуіңізге болады, именно қандай картамен төлеуге болады, кэшпен төлеуге болады дейді мысалға. Бірақ керек емес. Вот, осылай. Мына көрініс. Бір рет келгеннен болады. Мынандай әдемі сурет шығарып аласыз. Ашық көрініспен. Кассада тұратын жігіт басқа жаққа кетіп қалған ба, бірдеңе жауап кетті. Ана жерде кассада тұрды. Осы сол моментті пайдаланып, астына қарай барып алайын дедім. Келген шығар. Кеседен менің кінәм жоқ, өйткені жауап тапты да. Енді күтіп тұрмай ма? Күшті көрініс екен. Ашық. Бір сағаттай жүрдім. Түсіп бара жатырмын. Takes 45 minutes. What, to walk down? Yeah. And so you wouldn't want to be walking up. Free those. Аэропортқа кетіп бара жатырмын. Жол өтсе. Тар ғой. Көрінсе де екен. Үлкен жол ашық. Mary J. Blige, Family Affair на otvorenom 11:30. Slušaš radno vrijeme, dobar dan. Ponedjeljak je i ponedjeljak uvijek može otići na dvije strane. Ili se probudiš sa smiješkom na licu i spremno za novi radni tjedan, ili se probudiš i jednostavno ne. Mene jutros neobično razveselio kuhar Marija Mandarić koji je Дубровник қаласының аэропортына жетіп алдым. Автобуспен 10 евро. Аэропорттар жақсы екен, жаңа. Ремонт өткен шығар. Тексерістен өтіп алдым. Ана жақ. Тез болды жалпы. Тез тексерді. Шығуға әлі 1,5 сағат бар ғой. Мына жақтан магазиннің ішіне өткесің, ар жақта шатын жаққа бару үшін. Істемейтіндер жоқ, туристерді алдау үшін. Жолда бұрылып, былай бір зат алсын деген не жасап қойған ғой. Масқара. Осымен Хорватия мемлекетіне саяхатым бітті. 4 қалада болдым, жалпы 8 күн жүрдім. 8 күннің ішінде теңгемен шаққанда 430 мың теңге істеттім. Самолет, жатын орын бәрін қосып есептегенде 430 мың теңге. Әрине мен Польшадан ұшқандықтан кішкене арзанырақ болды. Егер Қазақстаннан ұшатын болсаңыздар, бұл баға әлде қайда көбірек болады. 5-18 келдім аэропортқа, жаңбыр жауып тұр. Польшаның қалыпты ауа райы ғой, қазір күздегі.